Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ішкі істер органдарының қызметкерлеріне азаматтарға мейлінше қорған болуды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауына сәйкес полицияны бағалау өлшемдерін түбегейлі өзгерту, полиция қызметінің сервистік модельге көшу басым бағыттардың бірі болды. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың тапсырмасына сай, жұртқа жақын полиция қағидатын жүзеге асыруды басты орынға қойдық. Бұл арқылы полиция жұмысының тиімділігін артатыны анық. Қазақстан полициясы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, халық арасында сақтықты басты орынға қойған. Азаматтардың тыныштығын, заңдылық пен құқық тәртіпті қорғайды. Біз әркез халықпен біргеміз, жұмыла жұмыс жасаймыз. Қылмысты ашуда полиция өкілдерінің еңбегі ерен. Тәртіп сақшылары күн сайын, тіпті сағат, сәт сайын қауіп-қатермен бетпе-бет келеді. Полиция қызметкерлері халық қорғаны. Жедел басқару орталығы полицияның 24 сағат бойы тынымсыз соққан жүрегі. Кезекші бөлім инспекторлары тәулік бойы азаматтардан түсетін хабарламаларды 102 арнасы арқылы қабылдайды. Келіп түскен әрбір қоңырау басты назарға алынып, тиісті шешімдер қабылданады. Тергеушінің қызметі сауаттылық пен біліктілік талап етеді. Сонымен қатар тергеуші Қазақстан Республикасының барлық заңнаманы білуі қажет, себебі адам тағдырларын шешеді. Анықтаушылардың міндеті ұрлық, бұзақылық, алаяқ, денсаулыққа орта зиян келтіру сияқты ауырлығы онша ауыр емес және орташа қылмыстарды тергеуді қамтиды. Осы санатта қылмыстар бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулерді жүргіземіз. Криминалистика полиция қызметінде қылмыстың ізін суытпай ашуда маңызды сала. Біздің мақсат оқиға болған жерлерде іздер мен айғақ заттарды табу болып табылады. Қылмыстың ашылуы криминалист мамандардың тәжірибелі әрі сауатты жұмысына тікелей байланысты. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының негізгі қызметі есірткінің заңсыз айналымына қатысты құқық бұзушылықтарды анықтау. Біз есірткі саудасының алдын алу бойынша жедел профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырып, нашақорлықпен күресті жүйелі түрде жүргіземіз. Кинология қызмет орталығы қылмыстың алдын алуда және ашуда, қылмыскерді іздестіру мен ұстауда арнайы дайындықтан өткен иттерді пайдаланамыз. Бұл жұмыс үлкен жауапкершілікті, тиянақтылықты, еңбекқорлықты талап етеді. Әкімшілік полиция басқармасы ішкі істер органдарымен салынған әкімшілік айыппұлды өндіру және әкімшілік істерді сотқа жолдау, сонымен қатар көлік құралдарын тіркеу бағытындық мемлекеттік қызмет көрсетумен айналысады. Қызметтік және азаматтық қару, оның оқ-дәрілерін сатып алу және алып жүруін ұйымдастырады. Сондай-ақ жол қозғалысы қауіпсіздігіне кері әсерін тигізетін факторлерді анықтап, жою бағытында жұмыс атқарады. Учаскелік полиция инспекторлары әрбір азаматтың амандығы мен қоғамның тыныштығын бақылап,
профилактикалық жұмыстар жүргізу барысында тұрғындарды тәртіпке шақырады. Ювеналды полиция инспекторларының басты міндеті жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтардың алдын алу, бастауыш сынып оқушыларына жолда жүру ережелерін түсіндіріп, жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, ата-аналар арасында сөйлесу арқылы бала өміріне қатысты жағдайларды қатаң бақылауда ұстайды. Әйел отбасы ұйытқысы. Отбасылық тұрмыстық жағдайында әйелдерге қатысты жасалған зорлық-зомбылықтың алдын алу міндетіміз. Зардап шеккен әйелдерді дағдарыс орталықтарына орналастырамыз. Сауықтыру жұмыстарын жүргіземіз. Полк түзел, тік тұр. Назар ортаға. Патрульдік полиция полкі қоғамдық қауіпсіздік пен қылмыстарын, яғни жол көлік оқиғаларын, жол қозғалысын реттеу болып табылады. Біздің басты міндетіміз адал қызмет, басты міндет.